Жақсыгүл апа, біздің тәуелсіздік студиямыздың қонағы болыңыз. Көшеміз көшеттен балалар. Жақсыгүл апа, сіз алғашқы өлеңді қанша жасыңызда жаздыңыз? Жаным, тіліңнен айналайын. Мен алғашқы өлеңімді бастауыш сыныпта оқып жүрген кезімде жаздым. Сендерден сәл үлкендеу кезімде жаздым, міне. Енді біз ауылда тұрамыз. Ауылдың жағдайы ол кезде белгілі. Бұдан 50 жыл бұрын. Көшеміз ыңғайсыз, мектепке қиналып барамыз. Жаңбыр жауса батпақ. Сол кезде жазыппын. Біздің көше батпақты, батпақсыз бір жатпақты. Тас төсеуге көшеге бастықтар тас таппақты. Жақсыгүл апа, сіз қандай кітап жазғыңыз келеді? Мен алғашқы кітабым балаларға арналып деп айтсам болады. Балдырғандар шаттығы деген кітап республика көлемінде шықты. Соны жалғастырғым келеді. Келешекте де балалар туралы жазғым келеді. Өлең жазуға не шабыт береді? Өлең жазуға шабыт беретіні сендерсіңдер. Бүгін мен қалай шабыттанып отырмын десем, керемет сендермен жарысып өлең оқығым келіп отыр қазір. Міне, балапандарым, сендердің қуаныштарың, сендердің бақыттарың, сендерге қуанта алатын біздің үлкендердің жасап жатқан жұмыстары маған шабыт береді. Жақсыгүл Шапқанқызы, бала тәрбиесінде ата-анаға қандай кеңес берер едіңіз? Бала тәрбиесінде ата-анаға өзінің тамырын үзбейтіндей, сол тамыры тереңде жатқан дәстүрін, салтын білетіндей, осындай қазақи тәрбие берсе екен. Балаларымызды өзіміздің қазақи тәрбиемізден адастырмаса екен. Соны үйреніп алып, сосын балалар өзін даму жолында ары қарай қосып бүкіл әлемнің жақсылығын бойларына сіңдірсе екен. Тағы бір сұрақ бар. Жақсыгүл апай, сізге ең көп қолдау көрсеткен кім? Маған ең көп қолдау көрсеткен өзімнің балаларым деп айтсам да болады. Өйткені менің ең алғашқы тыңдарманым солар, оқырмандарым да солар болды. Кітаптар жарыққа шыққанға дейін көбіне солармен бөлісіп отырдым, және немерелерім әсіресе солардың осы тәтті қылықтарының барлығы әрқайсысына өлең болып өрілген. Солар қазір өсіп. Жақсыгүл апа, егер сіз ақын болмасаңыз, қандай мамандықты таңдар едіңіз? Егер мен қазірде ақынмын деп айта алмаймын өзімді. Мен өзімді сұраса тәрбиешімін деймін. Міне мен өзімнің саналуымның барлығын осындай балабақшада өткіздім, осындай балапандарды тәрбиеледім, балапандардың ауыздарына сөз сала жүріп, осындай кітаптар жазып, қазір өздеріңіз ақын деп отырсыздар, одан да қашпаймын.